Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Отыра қойыңдар. Ал балалар, біз бүгін жаңа сабақ оқып берушіміз жүннен сәнді әшекей жасау. Жүннен сәнді әшекей дегеніміз бұл тақияға, сумкаға, киімге тағылатын осындай табиғи жүннен жасалатын әшекей болып есептеледі. Енді сабағымыздың мақсаты жүнді сулы түрде басу әдісін үйренеміз балалар. Біз құрғақ жүнмен жұмысты үйрендік, өзінің арнайы инесімен жұмыс жасауды үйрендік. Енді біз бүгінгі сабақта сулы әдіспен үйренеміз. Және де түрлі түстерді өзінің үйлесімін тауып араластыра білуді үйренеміз. Енді балалар, алдымен жұмысты бастамас үшін біз қауіпсіздік ережесін есіңізге түсіріп алайық. Ал қандай қауіпсіздік ережелерін білесіңдер? Иә, Сабина. Қайшына ышқыр жағымен адамға белгі болады. Иені бос қалдыруға болмайды, арнайы жасушаға қою керек. Жақсы. Ардақ. Тігін машинасын сулауының тоқтамасы болады. Жақсы. Аделя. Инені Ауызға салуға болмайды. Айзере. Ілдікті бос қалдыруға болмайды. Тоқта суып кету. Дұрыс айтасың. Тоқты суып кету керек екен. Енді балалар, бізге осы сабағымызға қажетті құрал-жабдықтармен таныстырып өтейін. Біз жаңағы гүлді жасау үшін алдымен шаблон жасаймыз. Шаблон дегеніміз үлгі. Сол шаблонға ақ қағаз керек. Және ең бірінші бізге түрлі түсті жүн керек, сабын керек, жылы су керек, және қолымызға қолғап керек. Сонымен қатар сол жүнді илеу үшін бізге тор, суды жақсы өткізетін тор керек. Және осы жасаған жұмысымызды сабақтың аяғына шейін тез кептіру үшін бізге арнайы шаш кептіргіш қажет болады екен. Екі рет бүктедік, қыздар? Енді бұрыштап бүктейміз. Бұрыштап бүктейміз. Үшінші рет бүктейміз, сонда. Енді балалар, қараңдар, қағазымыздың бүктелген жағы гүлдің ортасы болады да, екі жағынан біз гүлдің күлтесін шығарамыз. Ол үшін біз мына шығып тұрған бұрышты кесіп тастаймыз. Бізде кішкентай үш бұрыш пайда болады. Жоқ, Сабина, мына жайын. Мына түспен, мына түспен. Гүліміз әйтпесек, кішкентай. Мына ұшы. Дұрыс. Сәл төмен десе. Дұрыс. Енді қыздар қараңдар. Мына гүлдің бұрыш ішкі жағы, енді осыны гүлдің күтесінің жартысын былай қарай кесеміз. Екі гүлдің күтесінің жартысын кесеміз. Қазір қарап отырыңдар, мен кесемін. Біреуін кестім. Екіншісін кесемін. Сонда бізде ашқан кезде мындай гүлдің формасы шығады. Осында гүлдің формасы шығады.
Алдымызда осы жасаған шаблонымызды, гүлімізді аламыз да салафанымыздың астына қоямыз. Өздеріңнің қалғандарыңа сәйкес жүнді таңдап алыңдар, иә балалар? Қазір жүнді ылғалды басуды бастаймыз. Балалар, енді біз гүлдің негізгі ішкі бөлімін жасау үшін бізде мынау жүніміз ұзынша болып келеді. Сол ұзыншаны біз өзімізге қажетті бөлімін аламыз және жүнді салған кезде мына 4 саусағымыздың көмегімен және мына қолымыздың тегіс жері бар ғой, соның көмегімен аламыз. Сонда біздің жүніміз бірдей болып алынады. Осы ескіздің бойымен күн тәріздес жан жаққа шашыратып жасаймыз. Және бір ескеретін жай, жүнді сумен басқан кезде оның көлемі 2-3 есеге кішірейеді екен балалар. Себебі жүн бір-біріне кірігіп иленеді, сол кезде гүліміздің көлемі кішірейеді екен. Сондықтан біз ескізімізді үлкен етіп алдық, иә? Мына 4 саусағымыздың көмегімен бүйтіп жұлған кезде бірдей көлемде жүн шығады екен. Әлі болған жоқсыңдар. Апай, мен қазір Суреттерін толып тұрасыңдар. Сенің ортасы қалың болып. Жанына түс. Жанды болыңыз. Балалар, енді келесі кезеңіміз гүліміздің ескізіне қарап, гүлімізді салып алдық, бұны жүн салу деп айтады. Енді жүнімізді салып болғаннан кейін мына ескізді алып тастаймыз. Себебі бұл қазір су болған кезде ескіздің су болып қалады. Енді балалар, біз қазір болашақ сәндік түйреуішімізді сабынды сумен суды үстіне бүркіп, көпіргенше ысқылаймыз. Бірінші осылай сабынды алып аламыз. Қандай сабынды пайдаланамыз дегенде, кір сабын немесе балалар сабыны. Бұл жерде жаңағы май болады. Жүн сумен емес, сабынмен бірігеді. Осылай езіп аламыз сабынымызды. Енді жаңа мен сендерге айттым ғой, тор керек болады деп. Осы торды бетіне жабамыз. Енді ақырын қозғалтпай жүннің үстін басып, сабынды суды сіңіреміз. Сендерге көріп жатыр ма? Басып шығамыз.
Endi ысқылаймыз. Ысқылаған кезде жүн бір-біріне бірігеді. Сендерде ақырын сабынды суды үстінен бүркіп, келесі ыдысты не жақта пайдаланыңдар. Артылған жүндерді жинап тастаймыз, қыздар, ақырын бастай беріңдер. Ысқылаймыз өстіп. Жүнді біріктіреміз бір-біріне. Бірінші сабынды суды жасағаннан кейін торды қойып бүйтіп бірінші бастырып алыңдар. Қимылдамайтындай. Тағы да жан-жағына түгел жайлатындай. Және торды көтеретін кезде торды бірден алмаймыз. Осылай гүлдің жан-жағындағы жабысқандарын қолымызбен түзетіп отырып, ақырын көтереміз. Мінекей қыздар, біздің гүліміз осындай формаға келе жатыр. Üstü basasınlar ya. Егер қыздар бізде сабынымыз көп немесе суымыз көп болса, мынандай құрғақ орамалды аламыз да, суын алып шығамыз. Жарай ма?